Қиындықтардан қашып құтылу мүмкін емес, бірақ кей адамдар сол сынақтарда морд сынады, ал енді біреулер одан бұрынғысынан да мықты болып шығады. Мұның сыры неде? Неліктен біреулер тағдырдың соққысына төтеп бере алмай құлайды да, біреулер дәл сол соққыны өз пайдасына жаратып, рухын күшейтеді? Осы сұрақтардың жауабын Марк Аврелий ғасырлар бұрын-ақ айтып кеткен. Оның ойлары дауылдың ортасында да тыныштық табуға үйрететін ішкі компас секілді. Бірақ ол ұсынған күш, сыртқы батырлық емес, тереңде жатқан, ешкім көрмейтін, бірақ адамның тағдырын өзгертетін ішкі мықтылық. Марк Аврелийдің стоицизмге толы ойлары адамның мықты болуы мен қиындыққа төтеп беру жайында терең толғаныстарға негізделген. Оның дүниетанымына сүйенсек, адамды шыңдайтын нәрсе сыртқы жағдай емес, сол жағдайға деген ішкі көзқарас. Қиындықтың өзі бізге қарсы тұрған жау емес, өзімізді тануға мүмкіндік беретін сынақ. Ойшыл император үшін ең үлкен күш сыртқы дүние емес, адамның өзі басқара алатын ішкі әлем. Ол адамның күшті болуы үшін ең алдымен ойын тәртіпке келтіруді, құбылған сезімдерге бой алдырмауды үйретеді. Сені мазасыздандыратын нәрсе жағдайдың өзі емес, соған берген бағасың деген ой арқылы Марк Аврелий қиындыққа төтеп берудің кілті адамның өз санасында жатқанын еске салады. Оның ойынша, әрбір сынақ табиғаттың бізді шынықтыру үшін берген мүмкіндігі. Адам ауыр сәттерді қабылдап, оларды сабырмен өткере алғанда ғана мінез күшейеді. Қиындыққа жолықсаң, одан қашпа, ол саған неге қабілетті екеніңді көрсететін ұстаз деген түсінік стоицизмнің өзегі болып табылады. Мұндай көзқарас адамды сындырмайды, керісінше ішкі тірегін бекітіп, рухын көтереді. Марк Аврелий үшін күшті адам сезімін тұншықтырған жан емес, сезімін түсініп, оны ақылмен басқара алатын тұлға. Ол адамды әрбір сәтте өзінен сұрауға шақырады: менің қолымнан келетіні не? Мен не істей аламын? Осылайша ол адамның назарын өзгерте алмайтын дүниеден ішкі билігі бар нәрсеге, өзінің әрекеті мен ойына бұрады. Марк Аврелийдің керемет нақыл сөздері бар, бірге тыңдайық. Өмір сенің ойың қандай болса, сондай болады. Жаның тыныш болсын десең, өз қолыңнан келмейтін дүниені уайымдама. Бақыт, ішкі дүниені түзей білуде. Өзіңнен баста. Өзіңді түзеу, әлемді түзеудің басы. Сені ренжіткен нәрсе өз ойыңның берген бағасы ғана. Мінез тағдыр. Адам мінезін түзесе, тағдырын да түзейді. Уақыт ағып жатқан өзен. Бір сәтте қайта оралмайды. Бүгінгі күн өміріңнің жаңа парағы. Қолыңнан келген жақсылықты бүгін жаса, ертең оған мүмкіндік болмауы мүмкін. Адам өзіне өзі жасаған жүктен ауыр жүк жоқ. Сабыр үлкен күштің белгісі. Өткенге өкініп, болашақты уайымдама, нағыз өмір қазіргі сәт. Саған лайық емес нәрсені жасағың келсе, өзіңді төмендетесің. Өмір қысқа, ал адамгершілік мәңгі. Қиындық адамды шыңдайтын ұстаз. Қуаныш қарапайымдықта. Адамдарға жақсылық жасау табиғаттың талабы. Табиғат ешқашан жамандық ойламайды, адам да сондай болуға тиіс. Өзіңді басқалармен салыстырма, әркімнің жолы бөлек. Ашу әлсіздіктің белгісі, ал сабыр кемелдіктің белгісі. Қолыңнан келмейтін нәрсені армандау жан шаршатады, қолыңнан келетінді істеу жанды өсіреді. Өзіңнің ойыңды бақылай білсең, бүкіл өміріңді бақылайсың. Кездескен әр адам саған бір сабақ. Жамандыққа жақсылықпен жауап беру ең биік адамгершілік. Өмірдің мәні қызмет етуде.